Сағы сынбаған жандар есірткі қылмысына қатысты жазасын өтеушілер, олардың өкініші мен тәубесі, ата-ана уайымы, жас өмірдің тар қапаста өтуі, түрмедегі тіршілік, қылмыстың өтеуі, жаза. Тас қамалдың ішіндегі бұл жабық мекеме сырт көзден қарағанда адам бойына үрей ұялатады, қорқынышты, құпияға толы. Десе де, қылмыс жасап сотталғандардың өкініші өзекті өртейді. Оның ішінде жастық шағын осы төрт қабырғада өткізіп жатқан жас бозбалалардың қайта бір мүмкіндік берсе ғой деп бас сауғалауын көру өте ауыр дүние. Жасым 25-те. Дәл осы сәтте қазір мен 2 жылға жуық жерде мерзімімді 55-ші мекемеде мерзімімді атқарып жатырмын. Алда әлі 8 жыл бар. Ол сыртта мені күтіп отқан семьям бар, отбасы бар. Тек қана отбасыларыңыздың қадірін біліп, дұрыс жолда жүрсін. Өзімнен кейінгі інілеріме, бауырларыма айтарым, әке-шешесін тыңдап, барынша әке-шешесіне мейірімді қамқор болып, не айтса да солардың айтқанына шықпауын сұраймын. Ол кісілер тыңдаса жаман болмаймыз ғой. Сол кісілердің көңілін қалдырғаннан кейін осындай жерге түсіп отырмын. Осыдан шықсақ енді иншалла алақаныма салып өтемін. Жақсы жер емес қой бұл жер. Өзіме де оңай емес, 10 жыл мерзім өтеу деген. Өмірім өтіп жатыр, ертең шығам, қартайып шығам, ол кезде дос жарам, жолдас балдарым бәрі ешкім болмайды, былайша айтқанда. Жалғыз өзім тағы жалғызсырап қаламын. Өмірім осы шақта тоқталып қалған сияқты болады. Сырттағы ше үміт болмай тез түсінесің істеген қателігіңді. Мен өзім жаза өтеп жатқаннан қарағанда ол кісілердің мені уайымдап қинап жатқандар қатты жасап отыр. Соны жасағанын өкінеміз қатты. Мына жақта жатып түнде жатар кезде бір оянасың ба. Жаңа қарай тұрып қалған үшін бұлай жасамау керек еді. Әттең дейсің. Менің де балам осы жерде жатыр, 1 жылдан асты. Маған да оңай емес, тағдырда деп жылап қоямыз. Мен білмеймін, бұл жолға қалай барып қалған, өзіме білмеймін, мама деп жылап отыру қазір. Мына жастар айтар, өстіп аналар жылап келмесін осындай жерге душар қылмасын. Тек жақсылық болсын әйтеуір. Аман есен үйге оралса екен деп. Көріңіздің қазір. Мақсатымыз сүрініп кеткен тағдырлардың тағы да бүлінуіне жол бермеу, оларды қатарға қосу, дұрыс жолға бағыттау, бостандыққа бейімдеу дейді мекеме қызметкерлері.